Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдары аясында Қазақстан рухын асқақтатқан ұлы сазгер, Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 95 жыл. Қазақ музыка мәдениетінде Шәмші Қалдаяқовтың өзіндік орны ерекше. Себебі ескірмейтін және тыңдаушыны жалықтырмайтын ғасырлық есті әндер әлемін қалдырды. Тума таланты мен дарындылығы оны халықтың сүйікті перзентіне айналдырды. Ендеше кітапхана қорымыздан сазгердің мол мұрасымен және ұлы композитордың өмірі мен шығармашылығы, кездесулері, естеліктері туралы жазылған тың деректермен таныс болыңыздар. Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әндер жинағында ең таңдаулы әндер мен ноталары енген. Шәмші Қалдаяқовтың «Бақыт құшағында» кітабында ел арасына тараған әндер жинағы мен ноталары енген. Құрастырушы Балжан Хабинаның Шәмшінің әндері кітапшасында ән сүйер қауымға арналған сазгердің көптеген әндері енген. Жазушы, журналист Еркінбай Әлімқұловтың Шәмші Қалдаяқов ән патшасы кітабында ән аға атанған композитор Шәмші Қалдаяқовпен бірге жүріп, бірге тұрған ұлы композиторды жазу арқылы оның көркем бейнесін баяндайды. Филология ғылымының докторы профессор Өмірзақ Айтбайұлының «Тіл тірек» кітабында ұлы композитор туралы естеліктер мен сырдан үзік баяндалады. Жазушы журналист Әбілфайыз Ыдырысовтың «Бір туарлар болмысы» атты кітабында композитордың «Қайықты» әнінің орындалуы туралы баяндалады. Журналист Жүсіпбек Қорғасбектің «Мехмет һәм хикмет» кітабында Шәмшінің өмірінен қысқаша мағлұмат беріледі. Құрастырушылар Жарылқасын Нұсқабайұлы мен Сейітхан Кішібайұлының «Мәңгілік өлмейтұғын» ән қалдырған кітабында ұлы композитордың шығармашылық жолы мен келбеті және көптеген естеліктері туралы баяндалады. Шәмші өнері өшпес өнер. Тың шығармалар мен музыка академиясында ізін қалдырған ұлы тұлғаның ән әлемі қызықтырған оқырмандарымызды кітапханамызда күтеміз.